Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ең пайдалы гарнирдің рецебімен бөлісетін боламын. Мейрамханаларда қарақұмықты қалай дайындайтынын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Қарақұмықты тазалап, жақсылап жуып аламыз. Сары май мен өсімдік майында дайындап қоямыз. Табаны орташа отқа қойып қыздырамыз. Таба қызған соң қарақұмықты салып, кептіреміз. Суы әбден кеуіп, қарақұмық бір-біріне жабыспайтындай болғанша әбден кептіреміз. Шамамен 4-5 минут уақыт кетеді. Осылай үнемі араластырып отырамыз. Қарақұмық кепті, енді өсімдік майын құйып қуырамыз. Қуыруға да шамамен 4-5 минут уақыт кетеді. Дәміне қарай тұз саламыз. Мен жарты шай қасық тұз салдым. Араластырып алған соң салқын су құямыз. Су қарақұмықтан шамамен 1 сантиметрдей асып тұрады. Суды құйып алғаннан кейін отты күшейтеміз. Су қайнаған бойда отты бәсеңдетіп, баяу отта 15-20 минут пісіреміз. Қарақұмық пісті, отты өшіріп, бетіне сары май саламыз. Сары май ерігенше қақпағын жауып қалдырамыз. Қарақұмық дайын. Жақсылап араластырып, кез келген ыстық тамақ түрімен гарнир ретінде ұсынуға болады. Осындай әдіспен дайындалған қарақұмық жып-жылтыр шашылып тұратын болады. Балалар да жеп қоятындай дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Нәтижесімен бөлісіп пікір қалдырыңыз. Арнама жазылуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.